Ас содасы ғылыми тілде натрий бикарбонаты деп аталады. Бұл әлемдегі кез келген ас үйдегі шкафта кездесетін қарапайым ақ ұнтақ. Бұл өте кең таралған және арзан зат, оны көптеген адамдар дәмді торттар мен жұмсақ нан пісіру үшін қолданады. Сикыр ас содасы сірке суы немесе айран сияқты қышқылмен әрекеттескенде пайда болады, сонда көмір қышқыл газы бөлінеді. Осы кішкентай газ көпіршіктері біздің пісірілген тағамдарымызды көтеріп, жеңіл әрі жұмсақ етеді. Алайда, бұл қарапайым ұнтақты қолдану тек тамақ пісірумен шектелмейді. Ұрпақтар бойы оның тазалауда, жеке гигиенада және тіпті кейбір денсаулыққа қатысты қолданыстарда пайдалы болуы мүмкін, әртүрлі қасиеттері танылып келеді. Бұл оны шынымен де әмбебап өнім етеді. Ас содасының тарихы өте қызықты және қарапайым химиялық қосылыстың қалай үй шаруашылығының қажеттілігіне айналғанын көрсетеді. Табиғи түрлері ғасырлар бойы қолданылғанымен, біз бүгін білетін заманауи нұсқасы 19 ғасырда жасалған. Оны жасаушылар Джон Дуайт пен Остин Черч кейіннен әйгілі Arm & Hammer брендіне айналатын компанияны құрды. Олар оны тек пісіру үшін ғана емес, сонымен қатар басқа да көптеген мақсаттарда сатты. Ол тиімді, көптеген қолданыстар үшін қауіпсіз және өте қолжетімді болғандықтан тез танымал болды. Бұл қолжетімділік оның әртүрлі мүмкіндіктерінен, үйді тазартудан бастап, кішігірім ауруларды жеңілдетуге дейін, барлық әлеуметтік топтардағы отбасылардың пайда көруіне мүмкіндік берді. Ас содасын ерекше ететін нәрсе оның химиялық табиғаты. Бұл жұмсақ сілті, яғни ол қышқылдарды бейтараптандыра алады. Бұл қасиет оның көптеген қолданыстарының құпиясы. Мысалы, асқазаныңызда қышқылдың көптігінен мазасыздық туындаса, суға араластырылған ас мөлшердегі ас содасы сол қышқылды бейтараптандырып, жеңілдік әкелуі мүмкін. Бұл принцип тазалауға да қатысты. Онда ол қышқыл май мен кірді ыдырата алады. Сонымен қатар, оның жұмсақ абразивті құрылымы оны көптеген беттерді тырнамайтын тамаша тазалау құралы етеді. Бұл қарапайым химияны түсіну бізге бұл қарапайым ақ ұнтақтың күнделікті өмірімізде қаншалықты қуатты құрал екенін бағалауға көмектеседі. Көптеген қарт адамдар үшін ас содасының көптеген қолданыстарын қайта ашу әрі мүмкіндік береді, әрі үнемді. Бұл олардың жастығында кең таралған қарапайым дәстүрлі емдеу әдістері мен үй шаруашылығы шешімдеріне оралуды білдіреді. Қымбат арнайы өнімдер дәуірінде ас содасы сенімді, барлығын қамтитын балама ретінде ерекшеленеді. Ол қатал химиялық тазартқыштарды, қымбат сұлулық өнімдерін және тіпті кішігірім мәселелерге арналған кейбір дәріханалық дәрілерді алмастыра алады. Бұл оны әсіресе тұрақты табысы бар адамдар үшін құнды ресурс етеді. Оның толық әлеуетін пайдалануды үйрену күнделікті жұмыстарды жеңілдетіп, салауатты табиғи өмір салтына ықпал ете алады. Бұл кейде ең жақсы шешімдер бізбен бірге болғандар екенін дәлелдейді. Ас содасының денсаулыққа ең танымал пайдаларының бірі, оның қыжыл мен ас қорытуды жеңілдету қабілеті. Бұл жағдайлар көбінесе асқазан қышқылының артық болуынан туындайды. Бұл кеудеде ауырсынуды тудыруы мүмкін. Қышқыл рефлюксін жиі бастан кешіретін көптеген егде жастағы адамдар үшін бұл тұрақты және жағымсыз мәселе болуы мүмкін. Ас мөлшердегі ас содасы әдетте жарты шай қасықтай суға ерітілген табиғи антацид ретінде әрекет ете алады. Ол артық асқазан қышқылын бейтараптандыру үшін тез жұмыс істейді, жылдам және тиімді жеңілдік береді. Бұл қарапайым емдеу әдісі қымбат дәріханалық дәрілерге бірден жүгінбей, кездейсоқ ас қорытуды басқарудың ескі, бірақ сенімді тәсілі. Ас қорытудан басқа, ас содасы ауыз қуысының гигиенасын сақтауда да маңызды рөл атқара алады. Бұл әсіресе егде жастағы адамдар үшін маңызды. Жасымыз ұлғайған сайын, қызыл иектеріміз сезімтал бола түседі, сондықтан тіс денсаулығын сақтау өте маңызды. Ас содасын жұмсақ тіс пастасы немесе ауыз шаятын сұйықтық ретінде қолдануға болады. Оны паста ретінде қолдану үшін аз мөлшердегі сумен араластырып, қою консистенция жасап, тістеріңізді сонымен жууға болады. Оның жұмсақ абразивті қасиеті эмальға қатты әсер етпей, тістерден тақта мен беткі дақтарды кетіруге көмектеседі. Ауыз шаятын сұйықтық ретінде бір шай қасықты бір стакан суға еріту ауыздағы иістер мен бактерияларды бейтараптандыруға көмектеседі. Аузыңызды таза әрі сергітеді. Ас содасының тағы бір таңқаларлық пайдасы, оның тері тітіркенуін басу қабілеті.
егде жастағы адамдардың терісі көбінесе сезімтал және нәзік болады. Бұл оларды бөртпелер, жәндіктер шағуы немесе жалпы қышу сияқты мәселелерге бейім етеді. Ас содасы қосылған ванна бұл жағымсыздықтардан айтарлықтай жеңілдік бере алады. Жай ғана жарты стакан ас содасын жылы суға қосып, 15-20 минут бойы жуыну тітіркенген теріні тыныштандырады. Маса шаққан сияқты локализацияланған мәселелер үшін ас содасы мен бірнеше тамшы сумен қою паста жасауға болады. Бұл пастаны тікелей зақымдалған жерге жағу қышуды және қабынуды азайтуға көмектеседі. Жұмсақ және табиғи шешім ұсынады. Кейбір жаңа зерттеулер тіпті ас содасы бүйрек жұмысын қолдауға көмектесуі мүмкін екенін көрсетеді. Дегенмен бұл тек қатаң медициналық бақылаумен зерттелуі керек. Созылмалы бүйрек ауруы бар адамдар үшін бүйрек денеден қышқылды шығаруда қиындық көреді. Бұл метаболикалық ацидоз деп аталатын жағдайға әкелуі мүмкін. Кейбір зерттеулер натрий бикарбонатының бақыланатын дозалары дененің pH деңгейін теңестіруге көмектесіп, аурудың дамуын баяулатуы мүмкін екенін көрсетті. Алайда, ешкім бүйрек ауруы сияқты күрделі жағдайды ас содасымен өз бетінше емдеуге тырыспауы өте маңызды. Бұл тәсілді қан деңгейін бақылап, дұрыс дозаны тағайындай алатын дәрігер басқаруы керек. Ас содасы тамаша және улы емес тазартқыш зат. Бұл оны қатал химиялық заттарға сезімтал болуы мүмкін. Егде жастағы адамдары бар үй шаруашылықтары үшін қауіпсіз таңдау етеді. Оның жұмсақ абразивті табиғаты ас үй мен ванна бөлмесінің беттерін тырнамай тазалауға өте ыңғайлы. Ас содасын аздап сумен араластырып, күшті тазартқыш паста жасауға болады. Бұл пастаны раковиналарды, үстел үстін және тіпті плитка аралықтарын тазалау үшін қолдануға болады. Плитадағы қатты дақтар үшін құрғақ ас содасын даққа сеуіп, үстіне аздап сірке суын шашып, көпіршіктің кірді көтергенін күтіп, содан кейін сүртіп тастаңыз. Бұл әдіс тиімді, арзан және үй ішіндегі ауа сапасы үшін әлдеқайда қауіпсіз. Ас содасының тағы бір тамаша қолданысы табиғи иіс жойғыш ретінде. Ол жай ғана жағымсыз иістерді жасырмайды. Ол іс жүзінде иіс тудыратын бөлшектерді сіңіріп, бейтараптандырады. Бұл үйді жаңа иіспен ұстау үшін өте пайдалы. Тоңазытқыштың артқы жағына қойылған ашық ас содасы қорабы тамақ иістерінің араласуын болдырмайды және ішіндегі ауаны таза ұстайды. Қоқыс иістерін бақылау үшін жаңа қап салмас бұрын қоқыс жәшігінің түбіне ас содасын себуге болады. Ескі кілемдер немесе төсеніштер үшін бетіне аздап ас содасын сеуіп, 15 минуттан 1 сағатқа дейін қалдырыңыз. Содан кейін оны шаңсорғышпен тазалап, жаңа және таза иіс алыңыз. Бұл әмбебап ұнтақ кір жуу үшін де өте жақсы. Әсіресе күшті жуғыш заттарға реакция беретін сезімтал терісі бар егде жастағы адамдар үшін. Әдеттегі кір жууға жарты стакан ас содасын қосу суды жұмсартуға және жуғыш заттың тиімділігін арттыруға көмектеседі. Бұл сіздің жуғыш затты аз қолдануға мүмкіндік береді. Сонда қалдықтардан тері тітіркену қаупін азайтады. Ас содасы ақ және түрлі түсті заттарды ағартуға көмектеседі және киім мен сүлгілерден қатты иістерді кетіруге өте ықпалды. Әсіресе қатты иісті заттар үшін оларды әдеттегідей жумас бұрын ас содасы мен су ерітіндісіне салып қоюға болады. Бұл терең, сергітетін тазалық береді. Соңында ас содасын тіс жуудан басқа әртүрлі жеке күтім процедуралары үшін қолдануға болады. Ол шаршаған, ауырған аяқтарды тыныштандыратын тамаша және жұмсақ аяқ ваннасы болып табылады. Бұл қарт адамдар арасында жиі кездесетін шағым. Жай ғана 3-4 ас қасық ас содасын жылы суға ерітіп, аяғыңызды 15 минуттай батырыңыз. Бұл тек ауырсынуды жеңілдетіп қана қоймай, сонымен қатар терінің қалыңдаған жерлерін жұмсартуға және аяқ иісін бейтараптандыруға көмектеседі. Оны тіпті қажет болған жағдайда құрғақ сусабын ретінде де қолдануға болады. Шаш щеткасына аз мөлшерде сеуіп, оны тамырлар арқылы тарау артық майды сіңіруге көмектеседі және шашыңызды жуу арасында жаңа көрініс береді. Ас содасының көптеген пайдасы болғанымен, оны әсіресе ішке қабылдағанда сақтықпен қолдану өте маңызды. Негізгі ингредиент натрий, және оны тым көп тұтыну қауіпті болуы мүмкін, әсіресе егде жастағы адамдар үшін. Көптеген қарт адамдар жоғары қан қысымы немесе жүрек ауруы сияқты жағдайларды басқару үшін натрийі аз диетада болады.
Ас содасын ішке қабылдау денеге айтарлықтай мөлшерде натрий қосады. Бұл қан қысымын қауіпті деңгейге көтеруі мүмкін. Сондықтан гипертониясы, жүрек аурулары немесе бүйрек ауруы бар кез келген адам дәрігермен кеңеспей ас содасын ешқашан тұтынбауы керек. Егер медициналық қызметкер дұрыс басқармаса, тәуекелдер ықтимал пайдадан оңай асып түсуі мүмкін. Ас содасы созылмалы денсаулық мәселелері, мысалы тұрақты қышқыл рефлюксі үшін ұзақ мерзімді шешім емес екенінде түсіну маңызды. Ол кездейсоқ қыжылдан уақытша жеңілдік бере алса да, оған күнделікті сүйену денеңіздің табиғи қышқыл сілтілік тепе-теңдігін бұзуы мүмкін. Шамадан тыс қолдану метаболикалық алкалоз деп аталатын жағдайға әкелуі мүмкін. Онда қан тым сілтілі болады. Симптомдарға сананың шатасуы, бұлшықеттің тартылуы және жүрек айнуы жатады. Созылмалы ас қорытуды әрқашан дәрігер бағалауы керек, өйткені бұл жара немесе гастроэзофагиальды рефлюкс ауруы сияқты неғұрлым күрделі негізгі жағдайдың симптомы болуы мүмкін. Ол қарапайым емдеуінен гөрі дұрыс медициналық емдеуді қажет етеді. Ас содасын теріге сырттай қолданғанда, сынама тестін жасау әрқашан жақсы идея. Ол әдетте жұмсақ болып саналса да, өте сезімтал терісі бар кейбір адамдар тітіркену немесе құрғақтықты сезінуі мүмкін. Толық ас содасы ваннасын қабылдамас бұрын, немесе терінің үлкен аймағына паста жақпас бұрын, оны алдымен білегіңіздің ішкі жағы сияқты кішкентай көрінбейтін жерде сынап көріңіз. Қызару, қышу немесе басқа жағымсыз реакциялардың пайда болуын көру үшін 24 сағат күтіңіз. Егер теріңіз нашар әрекет етсе, оны қолданудан аулақ болуыңыз керек. Бұл қарапайым сақтық шарасы кең таралған жағымсыздықты болдырмайды және емдеудің зиянды емес, пайдалы екенін қамтамасыз етеді. Қорытындылай келе, ас содасы қарт адамдар үшін денсаулыққа да, үй шаруашылығына да үлкен көмек бола алатын тамаша әмбебап және қолжетімді өнім. Алайда, оның күшін құрметтеу керек. Алтын ереже, оны қалыпты мөлшерде және ықтимал жанама әсерлерін ескере отырып қолдану. Үйді тазалау және иіс жою үшін ол химиялық заттарға толы өнімдерге қауіпсіз және тиімді балама болып табылады. Денсаулық мақсатында, әсіресе ішке қолданғанда, оған сақтықпен қарау керек. Кез келген медициналық жағдайды емдеу үшін, оны қолданар алдында әрқашан дәрігермен кеңесуді бірінші орынға қойыңыз. Ас содасын даналықпен және жауапкершілікпен қолдана отырып, егде жастағы адамдар оның көптеген пайдасын қауіпсіз пайдалана алады.